Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма, денсаулықтарыңыз қалай? Бүгін 22 сәуір ма, көріп қояқшы. 22 сәуір, қазір келе жатсам. Енді Қазақстанның жерін арендаға алып жатыр екен. Әл-Фараби мен қателеспесем Сейфуллина Алдаркөсе деген, Жамақаева деген көшенің ортасын төрт үшті жер. Енді ана жерде бір 4 гектардай жер бар шығар примерно, білмеймін енді қанша гектар екен. Америка несін салып жатыр екен, елшілігін салып жатыр екен. Соған 25 миллион 300 бірдеңке, 25 миллион 301 мың тағырдың тиындары бар. Сондай доллар төлейді екен. 25 миллион 400 мың аренда төлейді екен. Сонымен мен алдында ақпараттарын естіп қалғанмын. Россияда біздің біраз жерде 95 мың квадрат метрді арендаға алып полигон істеп жатыр ғой, қателеспесем. Бірақ ол 1 гектарына 1050 теңгеден төлейді екен. 1 гектарына 1050 теңгеден. Бағана сол анау Американың төлейтін суммасы жазылғанның астына кіріп барсам, біреу жазып жіберіпті. Бұл сумма аз ғой деп. Оның астына біреу жазыпты, жоқ аз емес. Күніне сонда елшілік Қазақстанға $1,500 төлеп тұрады екен. $1,500 дегені $1,500. Енді қазір $1,000 400 мың, 700 мыңдай төлейді примерно, 500. Енді білмеймін, 1 гектарды 1050 теңгеден бергенше солай берген деп ойлаймын. Одан кейін енді мына біздің солтүстік жақта неше түрлі әңгімелер жүріп жатыр ғой енді. Сол жақта орыстанған қазақтар көп, орыстар көп деген сияқты. Елшілікті, Американың елшілігін сол жаққа тұрғызу керек деймін да. Сол жаққа ақша бермей-ақ қойыңдар, солтүстік жақты қарап тұрсаңдар болды. Жандарыңа бір базарларыңды алып алыңдар деп ше. Сол жалпы. Енді қазір осы соғыс басталмай жатып, Россияны әлемдік екінші держава деп келдік қой. Қазірде енді қанша біз айтқанмен енді қуат дейіл ғой. Қуат дейіл болғанда олар мысалға алдында бір ағамыз айтады, неғып бұл Россияның қаруы таусылмай жатыр десе, енді көрші елдер береді дейді. Одан кейін СССР құлаған соң бұлар компьютер, басқа елдер компьютер ана-мына өндірсе, бұлар тек қару өндіріп келді дейді. Қару өндіріп келді. Сол қару мүмкін запасқа көбі жиналып қалған ба, содан кейін қарулар таусылмай жатыр ма, бұл қарулы ел дейді да. Енді сонда ой келіп қалды маған. Американың елшілігін солтүстік жаққа қойып, сол жаққа бір базаны жандарыңа қойып ала салыңдаршы, ар жақты қарап тұрыңдар деп айту керек еді. Негізі Алматыға келмей-ақ қойыңдар, Алматыда өзіміз не қыла береміз деп ше. Бетпе-бет Ресейге келетін сол тек Америка ғой, бетпе-бет егер еркекше былай кеп қап, ерегісіп точкасын қоямыз десе, Ресейдің точкасын Америка қойып қояды деп ойлаймын мен. Бірақ Европада жайдайтын халық емес, олар да қару өндіріп жатыр. Германия бар ар жағында. Біз енді пока қару өндіріп жатқан жоқпыз біз. Біз алдында енді оны не қылып айтамыз ғой, не дата. Біреулер мазақтап айтады, біреулер енді қандай завод бар десе, бізде тазик өндіреді деп енді айтып арамызда күлеміз ғой. Басқа нәрседе өндіреді ғой енді. Ана Барыс деген ағамыз техника өндіріп жатыр. Одан кейін алдында жаңалыққа шығыпты, енді тазиктің жанына құман шығарыпты, бірақ ол автоматически аға деген. Енді қосама, сондай оны істеу қиын емес деп ойлаймын. Сол біз енді қарулы ел емеспіз деп айтып отқаным ғой. Мен армияда жүрген кезде Ресейдің С-300-ларын бізге берді. Мен противовоздушный оборонды служить еткем. Бір 3 ай ананы қарауылдадық. Енді анау техника жаңа техника емес, бірақ соны ремонттаймыз. Сол жетекілердің естігеніне байланысты соны ремонттап өзімізге пайдаланамыз дейді. С-300, С-400 дегендері осы Украинамен қақтығыста білініп қалды, әуселесі қай жерге дейін баратын. Сондықтан
орталық азияда бұрын Қырғызстанда Американың Ыстықкөл жақта Манас аэропортының жанында ғой деймін, қателеспесем. Ненің Американың орталық Азия базасы болған екен, қарулы базасы. Сол кезде енді ешкім әңгіме айтпайтын еді дейді да. Сонымен Қырғызстандағы саяси жағдайға байланысты, сырт жақтағы күштерге байланысты оны Қырғызстанның сол дейміз билік істеп отқан адамдары соны алдап тастады дейді. Ол өте үлкен қателік болды дейді. Маған қазір осында ой келді. Ақша бермей ақ қойыңдар, сол Қазақстанның солтүстік жағына бір базаларыңды қойсаңдар болды. Бір база қойыңдар. Сонымен сол бір 3-4 гектар жері берейік, не салып алыңдар деп не еді. Елшілік қалай бұл ой? Дұрыс па, бұрыс па? Қазір естіп 1 гектарға 1050 теңге деген ол енді өте арзан енді. 1050 теңге масқара ғой 1 гектар дегенің. Жақсы, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Байланыстамыз ғой.